құрметті Рика телеарнасының көрермендері. Сәлем достар! Армысың кішкентай көрермен? 21 ғасыр техника ғасыры. Себебі бір кездері адам баласына арман болған. Қиял ғажайыптың дүниенің барлығы қазіргі таңда қолданыста және адам өмірін жеңілдетеді. Орыс халқында қазіргі техника адам баласын жалқаулығынан пайда болған деген сөз бар. Шынымен де, қарап отырсан, қазіргі техника адам баласының өмірін жеңілдету мақсатында күннен күнге дамып, жеңілдетіп адам ойының жемісі. Диана, Райымбек, сендер осы саябақта орналасқан роботтар туралы не білесіңдер? Мен көп ақпарат білемін. Райымбек, олай болса қызықты мәліметтерге көшпес бұрын негізгі айдарымызға кезек берейік. Сәлем достар. Қалайсың, құрметті көрермендер? Бұл жаңа әліпбиде бір үйренейік айдар, бұл жай айдар емес. Иә достар, өздеріңізбен бірге жаңа әліпбиді үйренетін боламыз. Латын әліпбиіне көшудің себептері қандай? Жаңа әріптер әлеміне саяхат жасағыларың келеді ме? Ендеше достар, бізбен бірге болыңыздар. Дина, сен роботты шынайы көрдің бе? Жоқ, тек теледидардан көргенмін. Менің саған көрсетер затым бар. Мәссаған бұл робот машина ғой. Керемет Архат. Робот ең алғаш қалай пайда болды екен? Білмеймін. Ендеше салтанат досымыздан сұрап көрейік. Әлемдегі мемлекеттердің 75% латын графикасын қолданады. Қазіргі таңда әлемде 6 түркі мемлекеті бар. Қазақстан латын әліпбиін қолданатын 5-ші мемлекет болмақ. Бұл Қазақстанның Әзірбайжан, Түркия, Өзбекстан мен Түркменстан секілді Орта Азия мен Каспий теңізі аумағындағы мемлекеттермен жақындасып, қарым-қатынастың одан әрмен қарқынды дамуына жол ашады. Сәлем балалар. Сәлем Салтанат. Қалдарың қалай? Жақсы. Салтанат, сен роботтың шығу тарихын білесің бе? Әрине, ендеше сендерді қызықтырған сұрақтарыңа жауап берейін. 1927 жылы Нью-Йорк қаласында америкалық инженер Уэксли дүниежүзілік көрмеде ең алғаш рет өзі құрастырып шығарған роботты көрсеткен болатын. Бірақ та ол роботты қолдану мүмкіншіліктері аз болды. Себебі ол тек қана қарапайым қимылдарды жасайтын. Бірақ та сол жылдардан кейін Азия, Еуропа жерлерінде роботтардың сан алуан түрлері жасалынып, қарқынды дамыды. Және де бәрімізге белгілі, ол роботтардың адамзатқа, табиғатқа деген пайдасы орасан зор. Құрметті көрермен, бағдарламамыздың алдыңғы санында өткен әріптерді бір қайталап жіберейік. Ж, Ч. Дила, сен Ж әрпінен басталатын қандай сөз білесің? Жұмыртқа. Жарайсың. Жұмыртқа. Ал сенше Архат, Ч әрпінен басталатын қандай сөз білесің? Чемпион. Жарайсың. Чемпион. Архат, Дилназ, жаңа әріптермен таныспастан бұрын сендерге келген жұмбақтарым бар. Жауабын тауып көреміз бе? Иә. Ендеше менің алғашқы жұмбағым мынадай. 4 аяқты, 2 көзді, өзі жансыз жүреді. От пен майдан жемі бар, құрыш болат жүрегі. Мен білемін, көлік. Жарайсың Архат, енді көлік сөзін латын қарпімен жазып көрсетейін. Міне, бұл латын қарпімен жазылған көлік сөзі. Көлік. Менің келесі жұмбағым. Жалғыз бағыт білері, бұрғаныңа көнбейді. Жол көрсетіп береді, өзі бірақ көрмейді. Мен білемін, компас. Дәл таптың, Дилназ. Енді компас сөзін латын қарпімен жазып көрсетейін. Міне, бұл латын қарпімен жазылған компас сөзі. Компас. Құрметті көрермендер, жұмбақтар тізгінін жалғастырайық. Адам істеп шығарған бір жануар, құрғақ жерде жаны жоқ, суда болар. Жаз болса күні түні су ішінде, бұл неткен жануар табыңыздар. Жауабы қайық. Жарайсың Архат, енді
қайық сөзін латын қарпімен жазып көрсетейін. Міне бұл латын қарпімен жазылған қайық сөзі. Қайық. Енді менің келесі жұмбағым мынадай. Жаны жоқ, бірақ ізі бар. Жетектеп өзің жүресің. Сол ізді қайта зерттеп кеп, көп нәрсені білесің. Жауабы қалам. Жарайсың, Дильназ. Енді қалам сөзін латын қарпімен жазып көрсетейін. Қалам. Құрметті көрермендер, бүгін біз К және Қ әріптерімен таныс боламыз. Енді мен сіздерге олардың таңбалануын көрсетейін. Бұл К әріпі. Ал мынау кішкентай К әріпі. Арқат, сен де жазып көрші. Дильназ, енді сен де жазып көр. К. Жарайсыңдар. Енді келесі таңбалайтын әріпіміз Қ әріпі. Арқат, сен де жазып көр. Енді Дильназ, сен де жазып көр. Қ. Жарайсыңдар, балалар. Құрметті көрермен, бүгінгі үйренген жаңа әріптерімізбен одан басталатын сөздерді қайталап үйреніңіздер. Латын әліпбиін әлде қайда жақсырақ меңгеру үшін түрлі жобалар қарастырылған. Солардың бірі 2019 жылдың басында 3D үлгісіндегі толық метражды Селден сері атты анимациялық фильм үлкен экранға жол тартты. Мұнда жәндіктердің ғажайып дүниесі көрсетіледі. Сонымен қатар кейіпкерлер түрлі шытырман оқиғаға тап бола отырып, көрермендерді жақсы қасиеттерге баулайды. Бұл анимациялық фильмнің басты ерекшелігі дыбысталуымен қатар оқиға барысы толығымен латын қарпіндегі субтитрмен берілген. Яғни сіздер осы фильм арқылы латын әліпбиімен жазуды меңгере аласыздар. Достар, біз бүгін әріптермен ғана танысып қоймай, роботтың пайда болғанымен де таныстық. Олай болса, өткен әріптеріміз бен сөздерімізді қайталап өтейік. К. Көлік. Компас. Қ. Қайық. Қалам. Жарайсыңдар. Осымен біздің айдар аяқталды. Сау болыңдар. Көлік. Машина. Car. Компас. 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 Қайық. Лодка. A boat. Қалам. Ручка. A pen. Достар, енді біз сіздермен қызықты ақпаратпен бөлісейік. Жаңа технологияларға таңғалудан қалып бара жатырмыз. Әлемнің әр түпкірінен күнде бір жаңалық ашылып жатыр. Мысалы, роботты алайық. Робот адам іс әрекетін орындайтын басқармамен немесе арнайы бағдарламамен орындалатын пульт. Осы робота техника саласын әлемдегі ең үздік ел ол Жапония елі. Достар, енді мен сендерге робот туралы ақпарат берейін. Робот чех тілінде еріксіз еңбек деген мағынаны білдіреді. Робот адамға көмектесу үшін арналған күрделі құрылғы. Бүгінде роботтар адам атқаратын кез келген қызметін айна қатесіз орындай алады. Үй жинап егде кісілерге немесе балаларға күтуші болып. Робот мұғалімдер немесе ақылды технология осы заманғы басты тенденциясы. Ал достар, енді біз ер балдарға қатты ұнайтын роботтармен жақынырақ танысайық. Келесі айдарға кезек берейік. Құрметті достар, қазір біз сіздерге роботты көрсететін боламыз.
Мінекей достар, біз кинода көптеп көретін роботты ұстап көруге мүмкіндік бар. Я Хасан Ғали, ұлдар роботтар жақсы көреді, ал біз қыздар құршақтарды жақсы көреміз. Сәлем достар, қалдарың қалай? Біз бүгін виртуалдық әлем әткеншегінде отырмыз. Бұл көзілдірікті бүйтіп кисеңдер, сіздер таңғажайып әлемге түсесіздер. Ол жерде сіздер қорқыныш пен қуанышты сезесіздер. Олай болса, біз қарап көреміз. Сәлем достар, мен де осындай виртуалды әткеншекте тұрмын. Бұның бір ерекшелігі түрлі қозғалыс қимылдарын жасауға болады, және де спорттық ойындар ойнауға болады. Жаз мезгілінде қыстағы шаңғыны тебуге болады. Ал мен кеттім. Мінекей достар, біздің қызықты айдарымыз аяқталды. Бізбен бірге болыңыздар. Келесі кездескенше Сау болыңдар! Виртуалды әлем, виртуальный мир, virtual world, әткеншек, качели, swing, көзілдірік, очки, glasses, робот, робот, робот. Мадина, күнделікті өмірде қолданатын тұрмыстық техникадан саған ерекше қайсы ұнайды? Мен шаң сорғышпен жиі пайдаланамын, себебі үйдің тазалығына өзім жауап беремін. Ал сен ше? Ал мен шаш күтіміне арналған құралдарсыз тіпті өмірімде де елестете алмаймын. Айтпақшы Мадина, шаң сорғышпен тазалайтын кілемді сен өз қолыңмен жасай аласың ба? Жоқ. Ендеше көрермен, бізбен бірге сол кілемді келесі айдарда бірге жасап үйренейік. Қайырлы күн, достар. сәлем достар. Аяна, сен қандай үйде тұрасың? Мен жер үйде тұрамын, бірақ ол 2 қабатты. Жарайсың. Әлия, сен ше? Мен 6 қабатты үйде тұрамын. Жарайсыңдар. Аяна, Әлия, сендердің өз бөлмелерің бар ма? Иә, менің өзім бөлмем бар. Аяна, келесі сұрақты саған қояйын. Сенің бөлмеңде қандай жиһаздар бар? Менің бөлмемде шкаф бар. Жылытқыш және теледидар бар. Ал сіздің үйдегі ас бөлмеде айна немесе сағат бар ма? Менің ас бөлмемде сағат пен айна жоқ, бірақ болса екен. Достар, бағдарламамыздың өткен сандарында біздер айнаны да, сағатты да жасадық. Ал ендеше айнаның бетіндегі сағатты жасап көрген жоқпыз. Сондықтан біздер Әлияның ас бөлмесіне айнаның үстіндегі сағатты жасап көрейік. Ол үшін бізге айна, қасық, шанышқы, қайшы және ыстық желім түрлі түсті қағаздар қажет болады екен. Ал Аяна, сенің үйіңде қандай жиһаз түрлері болғанын қалайсың? Менің үйімде барлығы бар, бірақ менің қоршағым үйінде оның кілемі жоқ. Ендеше сен қоршағыңда кілем болғанын қалайсың ба? Әрине. Олай болса, құрметті көрермендер, біздер Аянаның қуыршағының бөлмесіне кілем жасап көрейік. Ол үшін бізге мынандай құралдар қажет болады: әртүрлі жіптер, қайшы және фетра. Олай болса, құрметті көрермендер, біздер ас үй бөлмесіне айнаның үстіндегі сағатты жасап көрсетейік. Әлия, айнаны ұстай қой. Және де бізге шанышқы мен қасық керек болады. Осы шанышқы мен қасықты біздер қазір ыстық желіммен желімдеп алайық айнаның айналасына. Кішкентай достар, ыстық желіммен жұмыс жасаған уақытта өте абай болу қажет. Тек үлкендердің көмегімен ғана
бірігіп жасау керек. Құрметті достар, біз Әлия екеуміз шанышқы мен қасықты желімдеп болдық. Енді Әлия, біздер айнаның бетіне сағаттың сандарын жабыстырайық. Ол үшін бізге түрлі түсті қағаздың бетіне құтыны алып, дөңгелетіп сызып аламыз. Сен өзің қия бер. Аяна, біздер енді кілемімізді бастайық. Сен жіпті қолыңа ала қой, және менің істегенімді қайтала. Құрметті көрермен, мына 4 саусағымызға жіпті орап аламыз. Содан кейін 2 саусағымызды шығарамыз ортасындағы. Және мына жіпті қиып, қақ ортасынан жіпті байлаймыз. Байлап алғаннан кейін саусағымыздан шығарып, екі шетін қиып аламыз. Осылай кілемнің түктерін жасай береміз. Енді Аяна, фетраны біз тесіп аламыз. Шетінен бастап тесіп алып, қазір мен тесіп берейін саған. Ал сен сосын байлай бересің. Дайын болған жіптерімізді тесіктен өткіземіз. Байлаймыз. Әрі қарай Аяна өзің жалғастыра бер. Ал достар, біздің айнаның бетіне жасайтын сағатымыздың дөңгелектері дайын болды. Енді соны айнаның бетіне Әлия екеуміз желімдейміз. Енді Әлия сағаттың сандарын салып шығамыз дөңгелектің ішіне. Жарайды. Енді Әлия, сен сағаттың тілдерін жабыстыра бер. Әлия, сен қазір сағаттардың қандай түрлерін көріп жүрсің? Мен электронды сағаттарды көріп жүрмін. Дұрыс айтасың. Қазіргі таңда электронды сағаттарды әр үйдің төрінен көруге болады. Аяна, біздің кілеміміз дайын болған екен. Енді осы кілемді біздер таза ұстау керекпіз. Ол үшін біздер не істейміз? Арнайы шаң соғыштарымен тазалаймыз. Жарайсың. Құрметті көрермендер, қазір кілемді тазартып қана қоймай, сонымен бірге жууға да болады. Ол үшін арнайы жуатын шаңсорғыштардың көмегіне жүгінсеңіздер болады. Құрметті достар, бүгінгі таңда техника көп дамыған. Сондықтан да кішкентай достарым, техниканың жанында жүргенде абай болыңыздар. Осымен біздің айдарымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Техника, technology. Тоңазытқыш, холодильник, fridge. Теледидар, телевизор, television. Жиһаз, мебель, furniture. Шкаф, cupboard. Кілем, ковер, carpet. Сағат, час, hour. Айна, зеркало, mirror.
адам өмірін жеңілдету үшін неше түрлі технологияны шығарған, бірақ оның да зияны бар. Әсіресе күнделікті қолданылатын компьютер. Қазіргі кезде бұл жөнінде әлем ғалымдарының айтары бар. Осы компьютерді қауіпті ғасыр ойыншығы деп атайды. Ендеше көрермен, тұрмыстық техниканы тек керек жарағымызға пайдаланып, артық уақытымызды жақындарымызға бөлейік. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар. Қызым-ау аппаға кеңнің тілегісің, кеудеде соққан анаңның жүрегісің. Көктегі күнім қызғалдақ гүлім-ау өмірімнің, өлшеусіз бағы екенің өзің ой білемісің. Шопаным еңнің таңымның, раушаны бағымның, аяулы қызым саясы менің ой жанымның. Жаралған мөлдір сезімнен, айналдым сенің көзіңнен. Асықпын күнге сырласы тұғын ой өзіңмен. Моя дочка, моя радость и жизнь, мой цветочек, свет и сладость души, что всех милее, что так лелеют мать и отец. Солнечный лучик, маленький ключик от наших сердец. Звездочка ясной нам свети, розы прекрасную расцвети, чувства сильнее сердца роди мне найти. Пусть будет чистой твоя краса, счастье учится в твоих глазах. Не нагляжусь я, жду, не дождусь я, чтоб это сказать. Dear daughter, you father's wonderful dreams, the